Саламатсыздар ма, білім алушылар, отырыңыздар. Кім жоқ сабақта бүгінгі? Акижанов Бауыржан себепті. Белгілі бүгінгі пән электрлік машиналар және трансформаторлар пәні. Біз өткен тақырыпты есімізге түсіру үшін біз үй тапсырмаларын мынадай деңгейлік тапсырмалар арқылы, синквейн ойыны арқылы, инсерт ойыны арқылы біз сіздердің үй тапсырмаларыңызды тексеретін боламыз. Ортада тұрған 20-ны таңдаймыз. Ортада тұрған 20-ны таңдаймыз. Ортада тұрған 20. Кәнекей көрейік 20-ның сұрағандай. Трансформаторлардың жіктелу түрлері. Келе ғой. Шораманың аяғы бір түйінге тұйықталып, қалған үш орамасы үш фазалы желі көзіне қосылса, бұл бізде жұлдызша жұлдызбайы, жұлдызша жауабы. Рахмет, отыра ғой. Келесі айнымалы тоқ командасы таңдаңыздар. Сол жақтағы 10. Сол жақтағы 10. Трансформатордың төлқұжаты дегеніміз не? Қалыпты жұмысына сай келетін барлық... Жауабын көрейік. Трансформатордың қалыпты жұмысына сай келетін барлық өлшемдер жазылған металл қаңылтыр. Трансформатор деген тақырыпты біз 5 жолды өлең құрайтын боламыз. Түсінікті ма? 5 жолды. Қазір сіздерге уақыт берем, 30 секунд берем. 30 секундтың ішінде трансформатор, бірінші жол трансформатор, екінші 2 жолдан тұрады. Трансформатор түрлендіреді. Трансформатор не істейді? Жоғарлата деген сияқты. Маған 5 жолды құрап бересіздер. Тексеріп көрейік, қалай жазғаныңды. Мен бірінші трансформатор деген сөз алдым, ол екіншісі трансформатор түрлендіреді. Трансформатор кернеуді жоғарлатады. Жоғарлатады. Дұрыс. Үшінші трансформатор кернеуді төмендетеді және жоғарлатады. Төмендетеді, жоғарлатады. Дұрыс. Ал бесіншісі түрлендіргіш. Түрлендіргіш. Бір ауыз сөзбен түрлендіргіш деп атауға болады. Мен қазір сұрақтар оқитын болам. Сіздер иә жоқ деп маған жауап бересіздер. Жарай ма? Дәптер. Тұрақты тоқ машиналарында коллектор бар ма? Үшінші сұрақ. Якір тісті дөңгелек қаңылтырдан электротехникалық болаттан жиналған цилиндр тәрізді қалыңдығы 0,5 мм ма? Тұрақты тоқ машиналар ешқандай құрылыстық өзгерістерге түспей, генератор немесе қозғалтқыштық режимде жұмыс істей ала ма? Екінші сұрақ. Тұрақты тоқ машиналардың негізгі бөліктері статор, якір, коллектор ма? Мінекей осымен үй тапсырмасын біз жақсылап меңгердік деген ойдамын. Сол үшін біз қазір сегіз алсақ деген ойда тұрмын. Сондықтан да сіздер қазір алдарыңызға мынандай компашпен мынандай жіп беремін. Осы жіпті алу барысында сіздер алу арқылы осы жіптің баклажканың ішіне мына ручканы салу керек. Ол үшін мен қазір ортаға айнымалы тоқ командасын шақырсам. Мінекей осымен үй тапсырмасын біз жақсылап меңгердік деген ойдамын. Ал енді біз бүгінгі сабағымыз жаңа тақырыбын бастамас бұрын мен тақырыпта мынандай суреттер дайындап келдім. Сіздер осы суреттерге мән берсеңіздер, жаңа тақырыптың аты қандай деп ойлайсыздар? Кран тұр, желдеткіш тұр. Тасымалдаушы. Қалай ойлайсыздар? Тасымалдаушы жоқ. Тағы да. Электр қозғалтқыштары. Иә, электр қозғалтқыштар. Бүгінгі тақырыптың аты асинхронды қозғалтқыштар. Асинхронды қозғалтқыштар the principle of operation of induction motor. Міне, жазып қойыңыздар асинхронды қозғалтқыштардың жұмыс істеу принципі. Біз қазір жаңа тақырыпты мынандай 3 жоспарға бөліп қойдым. Асинхронды қозғалтқыштардың құрылысын қарастырамыз. Асинхронды қозғалтқыштардың жұмыс істеу принципі, қозғалтқыштардың пайдалану аймағын біз бүгінгі сабақта қарастыратын боламыз. Алдымен құрылысы, асинхронды қозғалтқыштардың құрылысы, міне өздеріңіз көріп тұрғандай, негізгі 2 бөліктен тұрады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, асинхронды қозғалтқыштар мыналар. Сіздер бұлардың жаңағы іс жүзінде, өнеркәсіпте көріп жүргенмен, бұның сіздер жұмыс істеу принципі қандай, құрылысы қандай қызмет атқарады, жалғану барысы қалай жалғанады, оларды біз аса біле бермейміз. Адамдық отырдан тұрады жұмыс істеу принципі, мінекей орыстың инженері Далева Добровольский ойлап тапқандай, екі кез келген асинхронды қозғалтқыштар машинасы сияқты асинхронды қозғалтқышта екі негізгі бөліктен тұратынын мен айтып өттім. Олардың
пайдалану көп фазалы машинасының жұмысын айнымалы магнит өрісін пайдалану негізделген. Әрбір минутында айналу саны формуласы тұр. N1 тең 60 көбейтілген F1 және сақтандырғыш арқылы мына басқару сұлбасы дейді. Мына жағын 3 фаза келіп тұр. 3 фаза келіп тұр. Одан біз ары қарай стоп батырмасы, пуск батырмасы арқылы, магниттік жүргізгіш арқылы біз жұмыс жасаймыз. Сіздер мына сұлбаға тікелей бағыныштысыздар. Мына сұлба арқылы стоп батырмасы, пуск батырмасы, стоп пуск, алдыға айналдыру, кері айналдыру. Силовой күштік жүйе, екі жүйеден тұрады. Біз қазір мына магниттік жүргізгіш арқылы біз моторды айналдырамыз. Өздерің жұмыс жасап көріңдер, алдыларында сұлба тұр. Пуск батырмасы, моторымыз айналды. Өздерің көріп тұрсыңдар. Моторымыз алдыға қарай айналды. Дұрыс, тұқтаймыз. Айнымалы ток командасы. Міне осындай сендерге қазір сіздерге кері айналдыру, моторды кері айналдыру жарай ма? Соны сызасыздар. Иә, дұрыс. Сіздер кері айналдырасыздар. Енді болсақ, айнымалы ток командасы дайын болсақ, келіңіздер қорғаңыз. Ал енді сіздерге берілген тапсырма асинхрон қозғалғыштардың роторы. Яғни ротор қозғалғыштың ішкі айналатын бөлігі, ол оның құрылысы, яғни бірінші вал деген орамы, яғни ода айгөлік, подшипник болады, және оның ол қозғалғыштың ішкі айналатын бөлігі болады. Отырыңыздар, рахмет. Ал бірақ желдеткішіміз ағылшын тілінде қандай? Фан болып аталады. Айгөлік, яғни подшипник. Қалай? Риринг деп аталады. Ал орамдары кул деп, кул. Білігі вал, яғни ремпот. Мінекей осындай біз ағылшын тілімен бірге байланыстырып отыруымыз керек. Себебі елбасымыз айтқандай, ағылшын тілі бізге керек. Сіздер болашағымыздың сіздерсіздер. Біз алдымен жаңа қозғалғыштардың қандай екенін білмедік, шыны керек біз білмедік. Оның жұмыс істеу принципі, құрылысы қандай екенін білмедік. Одан ары қарай біз келесідей мәселеге тап болдық. Олардың жалғану барысының қиындығы, стендтерде жұмыс істеудің қиындығы. Мінекей осындай бүгінгі тақырыбымыз мен түсінді деген ойдам. Мына экранға назар аударыңыздар. Сіздер Поставь заземление. Ты что, не видишь? Разъединитель отключен. Другого питания нет. Включил разъединитель. Нет, я не включал. Откуда же напряжение? Эй вы, мастера! Там зашунтирована одна фаза. Дейді мультикте көргендей қауіпсіздік ережелері. Адам өміріне бір рет өмір беріледі, сондықтан да ең бірінші кезекте құқықты қауіпсіздік ережелерін қатаң түрде сақтауымыз қажет. Үйге оқып, дайындалып келесіздер. Жарай ма? Одан бөлек асинхронды қозғалғыштарды магниттік жүргізгіш арқылы қозғалғыштарды кері айналдыру сұлбасын маған сызып, келесі сабақта көрсететін боласыздар. Ал алдыңдарыңыздағы бағалау парағына өздеріңіздің қанша алдыңыздар алғандарыңызды саралап маған айтыңыздар. Құрметті білім алушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Қанекей бүгінгі сабағымыз өте жақсы деңгейде, жоғары деңгейде өтті деп ойлаймын. Сондықтан да